Бүгін сізді дүниядагы ең өзгеше архитектура үлгілері менен таныстырамыз. Бұл имаратлар тек қана сыртқы көрінісі, бәлкі олардың жаратылу тарихы менен де ажыралып тұрады. Бірінші, Beagle Hotel, ақштың Айдахо штатында жайласқан. Бұл мейманхана үлкен ит формасында құрылған. Оған келген қонақлар иттің денесінде болады, ал бас бөлімінде ұйықтайды. Ол 2003 жылы ашылған болып, жергілікті халық арасында Sweet Willy аты менен танылған. Екінші, Haynes Show House, ақштың Пенсильвания штатында жайласқан. Ол 1948 жылы құрылған болып, үйдің иесі бұл үйді өзінің реклама идеясы сипатында құрған. Яғни ол өз дүканларында сатып атырған аяқ киімлерін реклама ету үшін осы етік көрінісіндегі үйді жаратқан. 2003 жылы болса, жеке іспілерменлер тарапынан оңланып, музейге айландырылған. Үшінші, Teapot Shaped Building, Қытайдың Гуанчжоу провинциясында жайласқан. Бұл имарат дүниядағы ең үлкен шайнек тәрізлі имарат болып, шай мәдениетіне бағышланған. Биіктігі 73-8 метр. Ішінде Қытайдың дәстүри шай істеп шығару тарихы, технологиялары һәм мәдениеті көрсетілген. Төртінші, Dancing House, Чехияның Прага қаласында жайласқан. Аяқ ойынға түсіп атырған үй деп аталушы бұл имарат аяқ ойыншылар Ginger Rogers һәм Фред Астейрге ұқсатылып құрылған. Оның имек сызықлары һәм өзгеше формасы Праганың классикалық архитектурасы арасында ажыралып тұрады. Бесінші, Longaberger Basket Building, ақштың Огайо штатында жайласқан. Ажайып көрініске ие 7 қабатлы имаратта себет һәм тоқылған бұйымлар сатушы Longaberger Basket Company компаниясының бас резиденциясы жайласқан. Оны құру көп уақытты алған, бірақ оны әмелге асыру үшін оннан да көбірек қаржы жұмсалған. Сол себеплі шөлкем директоры компанияның басқа қалаларындағы бөлімлерін осы ұсулда безеу идеясынан уаз кешкен. Сіз бұл имаратлардың қайсы біріне баруды қалер едіңіз? Пікірлеріңізді комментарийде жазып қалдырың.